Ассалаумағалейкум достар. Бүгін 29 қараша 2020 жыл, Алматы. Жылқы бордақылау туралы екінші видеомды түсірейін деп жатырмын. Осы видеода көретіндеріңіз мына навеске қанша ақша кеткен, қанша жылқы сойдым, қанша жылқы қалды, 4 жазда алынған тайдан қанша пайда әкелінді, және де кішкене режим ауысып кетті. Сол туралы да видео түсірем. И конкурс. Давайте соңына дейін көріңіздер. Мына тай сойылмайтын тай. Өткендегі видеода 9 жылқы тұрды. Мынау 9-шы. Қалған 8 бас сойылып кетті. Жаңа партиядан тағы 2 бас сойылды. Қазір толығымен 12 бас бордақта тұр. Сенбі сайын соямыз. Бір немесе 2 бас жілікке. Жілік 2200-ден Алматы, Алтын Орда жақ. Құдай қаласа 19-20 килограммнан шығып жатыр. Кішкене режим ауысып кетті. Сағат 8-де шығамын, жем таратамын. Түсте бірлерде суғарамын, шөп беремін. 6-да суғарамын, жем беремін. Сағат 10-да шөп таратамын. Мінекей режим осындай. Қанша шөп беретінін қазір көресіздер. Қанша жем шөп беретінін. Достар, жаңадан партия 14 бас болды. Олар күнделікті бір ай 10 немесе 9 килограмм жем жеді бір басы. Сол мөлшерге өту үшін мен 20 күнде үйреттім оларды. 30-шы күні олар қалдыратын болды. Сондықтан мен қазір күнделікті примерно 7 килограмм жем берем бір басқа. Азанда 3,5, кешке 3,5. Шөпке келетін болсақ, түсте және де түнде 2 рет берем шөпті. Қазір 13 бас тұр. Бәріне 1,5 пресстен сәл көбірек кетеді. Енді 2 пресс деуге де болады. Күнделікті кететін нормасы осындай. 7 килограмм жем бір басқа, 13 басқа 2 пресс. Осындай. Байлауға келетін болсақ, мына жіп жарамайды екен. Қазір жіптерді осындай проволокамен тоғып қоям. Көрініп тұр ма? Әйтпесе шайнап тастайды екен. Либо шынжыр, либо байланған жіп. Мына жер қатып қалды. Немесе мынау мен шайнап кеткен жіптердің кладбищесі примерно 80 метрдей шайналып кетті. Достар, видеомыздың қонақтарына қайтадан ақырдың параметрін айтып кетейін деп жатырмын. Пол ағаш, малаққа мән бермеңіздер, өткені бізде -15-ке дейін суық болды, бәрі қатып қалды. Бүгін жерді қазір тазалаймыз, Құдай қаласа. Жылқылардың арасы 1 метр, кеңмен жатып тұрады да. Пол ағаш 2 метр, бұл да жақсы, 2 метр негізі. Бәрі бетондалған. Бірінші мына стенка 60 сантиметр, мынау 70 сантиметр артқы стенка. Мына труба обязательно керек екен. Жылқылар жемді, шөпті шашпайды екен. Мынаныкін 60-тан әтеге. Ой, шашат бөтшіт қылып. Арғарай. Алдыңғы стенка 15 сантиметр, мына араға шықтық. Мына араға шықтығы 12 сантиметр жетіп қалады. Ақырдың іші 45 сантиметр, бұл аз. 60 немесе 65 жасау керек екен. Мынаның да биіктігін 60 менде болмайды екен. Сәл көтеру керек. Менде бір тай болды, аяғын үнемі салатын. Бірақ аяғын тұсақ қойдым, нормально, ничего. Тайдың мойын жағына неге трубаны қоймадым десеңіздер, жалы түсіп қалады екен. Труба тұрған жақта, сондықтан алып тастадым. Және де қастарына мынандай ағаш байлап қойдым, өйткені тістері қышиды екен, сол ағашты жайлап тістейді екен. Мүмкін мына бір 5 литрлік суды ұмытып қаппын. Қанша ол жатқанына мұз болып. Достар, жылқыны байламай бос күйінде бордақылау туралы сөз айтатын болсам, бір жерден 10 асау тай алдым. Екеуін шынжырға байлап қойдым. 8-і тұр. Навестің асты 7-де 4 метр, бірақ қалған 4-ені жегізбей оларды бөліп қойдым. Навестің асты қайтадан айта кетейін, 7-де 4 метр, папалам 3,5-де 4, 3,5-де 4. 2 труба тастадым. Үйде қалған трубалар мінекей 1, 2. Бұл да болмайды екен. Негізі 3 труба жақсы болады екен. 1, 2, 3. Ара қашықтығы 50 сантиметр. Жем шөпті ваннаға берем. 2 ваннаны 5000-нан алдым. Суды ортасына бөліп қойып, андай бетон жасайтынға құямын шлангымен. Оны да 5000 тұрады. Арғарай. Астының бәріне ағаш төседім, бірақ ол ағаштың даже көрінбейді даже. Бүкілі лай, және де малақ. Сондықтан бос ұстаған маған кішкене ұнамады. Может, менде бір қателіктерім бар шығар, комментарийде жазып қойыңыздар. Бірақ 100 балыс алсам, Құдай қаласа, әрине бос ұстауға тура келеді. Мінекей. Мынандай тас тұз рахат екен. Өздерімен өздерін мынандай жалап, шайнап тұрады екен. 70 теңге тұрады екен 1 килограмм тұз. Құдай сеппен бір басқа күніне 2 рет мынандай жоңшыға кетеді. Мінекей. Қазір бірақ мынаны шашып тастау керек, әйтпесе былай алдына да кетіп қалуы мүмкін. Достар, осындай ванна мынандай жоңшықамен толады. Күніне 2 рет беріледі, тап-таза жоңшыға. 75% арпа, 25% бидай.
Осындай шелектен мен күнге 3 рет беретін жаңадан партияға. Бір айдан кейін жемей қойды, қалдырып жейтін болды. Сондықтан қазір тура осындай шелекті бірақ 2 рет берем күніге, азандай кешке. Қазір салмағын өлшеп көрейін. 0. килограмм 450 минус 1 килограмм 100 шелектің салмағы болады 3 килограмм 300. Сонда күніге примерно 10 килограмм жейтін еді. Қазір қысқарттым. Достар, навес 17,4 метр. Негізі 4 метр аз. Мен мынандай козырек жасайын ба деп ойлағам, негізі 1 метрге. Бірақ стройкадан шаршап, оны істемедім. Биіктігі де 4 метр. Ол неге десеңіз, мен қалаға жақынмын. Келесі жыл көшкенге бұл навестің астына аламын да әкете беремін. Сондықтан биік. Палаткалар 4,5 метр, 2800 теңгеден. Ана жақта 2 палатка, мына 2 стойканың арасы 10 метр. Мына стойка мен мына стойкаға дейін 7 метр. Ары қарай бұл навеске және де іштегі мына полностью ақырларға 1,250,000 кетті. Қазір бір фото жалғап қоям. Осы жақта қанша кетті, темірге, профильске дегендей бәріңіз стопқа қойып көріп аласыздар. Енді конкурсқа келетін болсақ, бәріңізде навес қора бар. Ең күштісі маған WhatsApp-қа жіберіңіздер. Ең күштісі навес қораның иесіне 10,000 теңге жіберемін, Каспий Голдына. Вот осындай. Достар, жазда алынған 5 тай осындай көк шөпте жайылды. 25 күндей. 4-еуі арқанда алып жайылды, 1-еуі жерем кішкентай бос жүрді. 3-еуін 20 тамызы күні байладым, кішкентай жеремді. 5 қыркүйек күні байладым. Мына торы бергісі ол сойылмайды. Бір күндік шығыным мен бәрін есептеп көрдім, 1000 теңге болды. Сондықтан ары қарай пайдасын айтамын. Мінекей, соңына дейін көріңіздер. Бірінші болып осы көктай сойылды, мына алынған кезі. Бұл алынған кезде өте арық еді, және де артынан боқ емес, әшейін су ағатын еді, понос. Бұны 20 тамыз күні байладық, 10 қазанға дейін тұрды, 50 күн. 50 күн, значит, 50,000 теңге расход болды. 210 килограмм берді, 2100-ден 440,000, минус 20,000 қасапшының ақысы, минус 265,000 өзінің құны, минус 50,000 болады, 105,000 теңге таза пайдасы. Өткен видеода 85 деп айттым, мен бірақ ол дұрыс емес, 105,000 қалдырдым мына көктай. Екінші қаратай сойылды, келген кезі арық 250,000 теңге. Үшінші сойылған жирен 240,000 теңге, кішкентай асау. Мынау промежуточный видео, проблемалар төбелес қалып тұра алмай қалды, ветеринар шақырттық, және де ит шығып қалып қашам деп мені тепті. Бұл 20 тамыз күні байланды, 17 қазан сойылды, 57 күн тұрды, 57,000 расход. 216 килограмм ет берді, 2150-ден саттым, болады 462,000 теңге, минус 20,000 қасапшы, минус 57,000 жем, минус 250,000 өзінің құны, қалған ақшасы 135,000 теңге пайдасы. Еті өте керемет, және де бармақ берді қазысы, мінекей. Үшінші болып надерен сойылды, 240,000 алынған, кішкентай және де асау. Мынау промежуточный видео, проблемаларға келетін болсақ, люкқа түсіп қалды, кәдімгі су. 10,000 теңге манипулятор шақыртып шығардым. Бұл 5 қыркүйек күні байланды, 17 қазан күні сатылды. 370,000 теңгеге тірідей. 370,000 теңге, минус 42,000 теңге жем шөп, минус өзінің құны 240,000 теңге болады, 88 теңге пайда. Клиенттер звондап айтты, 190 килограмм ет, қазысы бармақ. Клиенттерім разы, мінекей, семіздігі мощный. Төртінші болып сартай сойылды, 255,000 теңгеге айланды, арық келген кезде өте бұзық еді. Сақ болдым, сондықтан проблема болмады. Промежуточный видео. 20 тамыз байладым, 23 қазан сойылды, 64 күн, 64,000 теңге жемге кетті, 213 килограмм, 2100-ден саттым, болады 447,000, минус қасапшының ақысы 20,000, минус 255 өзінің құны, минус 64,000, болады 108,000 теңге пайда. Семіз бармақ берді, клиенттерім разы. Достар, бәрібір күніне 1000 теңге расход кетеді екен. Інім істеді, соған ақша бердім, манипулятор дегендей. Мына 4 айдың видеосын түсіріп бердім. Бүгінгі таңға дейін 10 тай сойдым. 12 бас қалды. Соғым керек болып жатса, ет керек болып жатса жазыңыздар. Және де 22 басты толықтай видео түсіріп бер десеңіздер, плюсик қойыңыздар комментарийге. Түсіріп береміз Құдай қаласа. Видео ұнап жатса лайк қойыңыздар. Туыс, дос, бизнесмен арасында таратыңыздар. Мінекей бұл менің бірінші экспериментальный істеп көріп атқан ісім. Қолда жіберіңіздер лайктарыңызбен. Көрген үшін рахмет, сау болыңыздар.